Halkımızın sizin tekten akın emesiz, ülke azamatsız. Yani o günü özümüz olsa şu azamat Marat Bağırım mene, Polat Bağırım birgeni o gazetten okun. Bir жағынан мен медикпін ғой, ана айтып отырған дүниеге қатты толалжып, сондай жағдайға көштік. Содан кейін сол үйге звондап ешкім алмады, сол осында шығар деп өзіңіз звондап қалсам ала қойып, сол келіп өзіңнің жағдайыңды білейік, қалай, бұл не, олар не айтады өзі? Ана оны былай түсіндірейін, мына жерде менде жаңағы доктордан көрдім оны. Мына жерде Iya, burun salған жері мынау жер. Burun сақина салған. Мынау үлкен тамыр ғой. Сақина. Енді мынау жердегі мынау қосымша тамыр бар ғой. Соның 90% бітіп қатты мына. 90%. Енді мына екеуінің арасына сақина салайын десе, мынау сақина мен мына сақина екеуі жақын екен арасы. Оның үстіне мына жерден бір ашуланғанда, бірдеңеге толыққанда қатты шығып кетуі мүмкін екен, сондай фактілер көп болып жатыр екен. Былай шығып кетеді. Мына екеуінің қиысқан жерінде. Одан кейін мына жақтағы мынау 50% бітіп қапты мына жақта. Мына жерде бір бәле бар ғой. Мына осы. Мына проблема. Ал енді бұрын мұнайға аневризма деп, мына қан аз барып қалыпты да мына жақта. Аневризмаға айнала бастапты мына жақта. Білдіңіз ба, жүректің мына жақта. Соған сондай осындай бір проблема. Ал енді осыны бұны көрген жоқ ешкім. Бүйірді бір адам да көрген жоқ. Ана жерден жұмырасыны салып жіберіп, мына жақтан не жібереді ғой? Жіберіп түзген барғанда, маған айтады, мына жақта бір тамыр бітіп қалыпты дейді, бұған мына екеуін салу үшін $20,000 керек дейді табанасында дейді. Мен енді $20,000, мен $12,000 барғам. Оның бәрі мынағына тағады, мынаны салуына бәден түгені. Оның мүмкіндігім жоқ деді, мен қазір қайдан. Содан кейінге қалдырдық. Содан кейін ол мынау айтты, мынаған дәрі берейік деді. Шамалы дәрімен ертіп көрейік деді. Сен дәрі беріп деді қазір, соны ішіп жатырмын. Дәріні ішіп жатсың ба? Қалай жалпы жағдай? Енді жаман емес. Жоқ, әуелін еткенде жүрегім қағып па, или қандай мазаланып түсуің? Иә, сондай, ана біраз шаншылы. Шаншылы ауырып жүрегім қағып. Сондай. Сутерге түсіп кетеді. Сутерге түсіп кетеді. Сондай пәлелер ғой. Енді Алла жар болсын дейін сәлемдесе келген жайымыз ғой. Екінші бір үлкен мәселе, мынау ұлттық академия, мынау ғалымдар осындай сериясы бар екен. Міне осыны шығарып, мына Қонаев атындағы университет істеймін ғой мен. Солар заказ беріп шығарған екен. Мынандай саған гүл ұсынып, астына халқымыздың аяулымға Мұхтар Шаханов деп Мұхтар көп қой айтпесе. Алладан бар тілегін көп жаса, ағаң Сәбетханға бас деп бердім. Дұрыс. Мынау 12-ші февральда менің 70 жылдығым келе жатыр. Өзіңі бір не мүмкін соның алдында мына материал түгел осының ішінде біреуге табыстап жазып. Ана не берейік? Қаламгер Дидар деген не берейік? Өздеріңіз білесіңдер ғой, сол 70 жылдық қарсаңына не түгеді болады. 12-ші? Февраль. Ендігі жыл ма? Енді ақпанда. Жағын қалмағы береміз бі? Дайындайық, соны береміз. Дұрыс. Андарының ішінде барлық сол мөлшермен сол 50% дүниені тауыпты, оларда анау ремонт жасап жағдайсы екен. Сол өзіңнің ақ жүзіңді көрейік деп мұқан. Дұрыс еді. Иә. Сол бір жыл айдың ішінде әлі кексеріп бітем айтып ғой жағдайға. Не тексереді? Жоқ енді бір әйпсерінде бір жерден бір мұқыш тапса жіберіледі ғой, қуана.
өсірген дейін 1 жыл, 2 айдың ішінде енді содан мүк ұсталмай тұр ғой. Соны ұстап отыр. Былай енді істесе, мысалы, әлем 50 мың адам жинау керек. Біз 60 мың адам міндетін өткіздік. Үлкен барлық неден облыстардан мынанша адам болу керек. Оны артығымен өткіздік. Бәрін жасадық. Енді бұлар өздерінде бір заңы бар екен. 2030-ға дейін ұстап тұра беруіне болады екен. 2030-ға дейін. Ол қанша тексерсе, сонша тексере береді екен. Енді ол қандай екенін түсінбей қалдым. Өткенде АБС-ның бастығына хат жаздық. АБС ненің несіне тапсырыпты, Ұлыбританияның елшісіне. Ол келіп менімен әңгімелесті. Бәрін түсіндіріп айтты. Сол. Демократия бар ма жоқ па деген бір әңгіме туындайды ғой осыда. Демократияның аты бар ғой, бірақ заты жоқ. Жалпы бүкіл әлемде нағыз демократия болмаған. Бірақ демократияға жақындаған. Кейде, егер демократияны Эверест тауы деп есептесек, Эверест шыңы деп есептесек, соған жақындаған. Немесе соның сол таудың біраз жеріне дейін көтерілгендер де бар. Сонымен тоқтаған. Ал нағыз демократияға бару үшін, менің ойымша, қоғам және адам үлкен тазалық биігіне көтерілу керек. Олай ету мүмкін емес. Қазір бұрын да солай болған. Бұрын да енді әлі әртүрлі жақындаған адамдар бар, жақындаған елдер бар. Бірақ ондай мүмкіндік жоқ. Қазір ол мүмкіндік мүлде тыйылған. Мен осы жөнінде қайғылы ЮНЕСКО-да баяндама жасадым. Толып жатқан мысалдар келтірдім. Жалпы демократия дегеніміз не деген жаңағы ойға өзімше жауап бердім. Сол сияқты жалпы біздегі демократия сөз жүзінде ғана. Мұқажарек, мына ниет сенатор сайлап қалып жатыр дегеннен кейін өзің 2 дүркін депутат болған ең қойып жатқан бауырларың сұрағы болар. Бүгін біздің ең келген көп мәселеміз өз дидарыңды көру, көңіліңді сұрау, газетте жазылған дүниеден қобалжып хатты толтыру, соны келіп берер батамыз депутаты да, сенаты да бәрі құрысын, ғұмыр жасың ұзақ болсын, деніңе саулық, мына қалпыңа өзіңнің осы міне өнеріңмен істеп еңбегің сіңіп жүр ғой, еңбегің жана берсін. Алдында